Я Шахрек. Маған қарап күлімде. Енді шымылдықты ашсақ, мага қалай қарайсыз? Жарайды, ашық. Дайынсыз ба? Онда Сүйдімхан шымылдық ашылсын. Шымылдық ашыл. Барына чексіз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдық тармақтарға, чалуларға, фильмдерге, сериалдарға, телеканалдарға. 4 жұмаға 550 сом. Шашылғыла, барыбыз қошылабыз. Переходи на О. Барына чексіз. Сүйдімхан, алғач біздің көрүүчүлөргө деле кызык болуш керек, өзүң жөнүндө айтып берсең. Өзүм жөнүндө менин атым Сүйдімхан. Баткен областынын Сүлүктүү шаарынан болом. Жашым 22-де. Азыркы учурда мен шаарда, Бишкекте, ресторан Фрунзеде, кухняда жумуш кылам. Ошол. Анан TikTok менен алектенем. Бақытыңды іздеп кеттің башқаға, мұрдағыдай көзге қарап баштаба, шыдайым жүрек ұрып жатса да, жаным қантем, жүрегімді оруттың о қантем, сезімдерім менің соғыттың о қантем, сағынғанда келе жүрсің естеп жаным қантем, ұнатайын дегенімде жолықтың о қантем, ұрған жүректі оруттың о қантем, сүйбөй делім қиынарыңды білсем жаным. 2 саат эфирде отыра турган болсом, 2 саат эфирде мен деген почти 1,5 саатын уже көзүмө кетирем. Жакшы. Негизи эле бул деген эми сыноо да, Кудайдын берген сыноосу. Ар бир адамдын башында сыноо бар. Анан аны туура кабыл алыш керек. Бул нерсе тууралуу сурагым келип атат. Негизи эле ошол көзүңдүн дарты качан пайда болду? Же туаса ушундай? Негизи төрөлгөндө эле бар болчу экен көзүмдө диагнозчу. Анан жакшы эле болгон да. 4-5 жашымдан баштап уже көзүмдүн карегимдин үстүнө ак түшүп баштаган. Бир көзүм элечи. Ошентип баштаган. Анан болсо врачтарга барганбыз. Врачтарга барганда алар очки жазып берген, очки менен жарып жашнакай көрчүмүн. 12 жашымда көрбөй калдым да, чындап элечи. Көрбөй калып, кадр сыртында сүйлөшүп калдык да, айтып калдым го, ойноп, бийлеп, ырдап жүргөн эле кыз болчумун, береке би тобунда дагы бар элем депчи. Ооба, мен кичинекейимде ошол жакта бар болчумун. Бийлечимин ал жакта. Ошол себептен дагы болду окшойт деп ойлойм да. Нагрузка кетпи? Ооба, бийлегенде деген ар кандай кыймылдарды жасайсың, секиресиң, башың менен кыймылдап, ушундай да. Анан ошол үчүн дагы болду деп ойлойм. Башында эле ушул нерсени алдын алса болот беле, мисалы 4-5 жашында деп айтып атпайсың? Жок, башында биз деген менин көзүм уже жакшы көрбөй баштаганда, ата-энем Кыргызстанда эле врачтарга барганда, алар болсо мага диагноз кое албай коюшкан. Эмне экенин айта албай коюшкан да, кандай, эмне үчүн андай депчи. Катаракта дей беришкен да башында. Катаракт десе, мамамдар айткан, алдырып салсак болбойбу, азыр эле катарактаны алса болот го десе, айтышыптыр, бул азыр жаш. Бизге деген эми башында саат дебедим, башында 5 жашымда келген, баргам врачкачы. 5 жашымда барганда айтышыптыр 12 жашында келгиле. Азыр бунун тамырлары жаш депчи. Операция болбойт деп. 12 жашта барсак, анан дагы бир аз чоңойорсун деп айтып эле. Көрбөй калгам.